Жер астында еңбек етіп, кен өндірісінің күрделі үдерісіне үлес қосып жүрген кеншілердің еңбегі ерен. Солардың бірі 40 жылға жуық уақытын шахтаға арнаған тәжірибелі маман Айтмұхамбет Балабаев. Ол жер астындағы қауіпті сейілтіп, бұрғылаушыларға жол ашатын білікті маман ғана емес, кеншілік кәсіптің қыр-сырын кейінгі буынға үйретіп, еңбек дәстүрінің сабақтастығын жалғап жүрген тәжірибелі тәлімгер. Айтмұхамбет Балабаев еңбек жолын 1986 жылы шахтадағы жүк тиеу қызметінен бастаған. Ол алғашқыда шағын жұмысшы катерінде тиеуші болып еңбек етті. Уақыт өте келе тәжірибе жинап, забой аймағын әзірлейтін негізгі мамандардың біріне айналды. Қазіргі таңда ол жер астындағы қауіпті аймақтарды дайындайтын, бұрғылаушыларға жол ашатын маман. 37 тонналық ауыр техниканың бірі Caterpillar маркалы жер асты машиналарын тізгіндеп келеді. Ол кен қазу кезінде тау жыныстарын қауіпсіз бұзып, құлау қаупі бар қабырғаларды арнайы әдіспен құлатады. Бірінші рет шахтаға 86 жылы түстім. Содан бері міне корпорация Қазақмыс істеп келе жатыр. 96 жылы шахта жабылды. 97 жылдан бастап машинист Caterpillar болып істеймін. Оның міндеті руда тиеу, самосвалдарға руда тиеу. Руда тиеп, сол шахтаның жұмыстарын атқарасын. Балабаевтар әулеті шахтадағы маңдай термен шыңдалған еңбек әулеттерінің бірі. Айтмұхамбеттің әкесі де ғұмырын кен өндірісіне арнап, осы ауыр да жауапты саланың ыстығына күйіп, суығына тонып еңбек еткен. Айтмұхамбеттің бауырлары мен баласы да 7 қат жер астындағы тынымсыз тіршілікпен біте қайнасып, кеншілік кәсіптің жүгін абыроймен арқалап жүр. Бұл бір адамның ғана емес, бірнеше буынның тағдыры тоғысқан тұтас еңбек әулетінің тарихы. Мен ең үлкен ұлым, ұлым істейді. Машинист Caterpillar тоже менің артым машинист. Высшее образованиясы бар, но машинист болып сол жұмыста істеп жатыр қазір. 10 жыл, 11 жыл болды уже. Апам істейді, Ғазиза деген. Анинский шахтта Қатира деген апам істеп қазір зейнетке шықты. Шахттағы жұмыс оңай емес. Жұмыс енді қауіпсіздікті талап етеді. Сонда да мен осы жұмысымды жақсы көрем. Кішкентай кезімде әкеме қарап қызығушылық болатын. Шахта жұмыс деген, кейін өзім оқуымды бітіріп, технологический колледжге түстім. 3 жыл оқып, катерист мамандығы болып, 2015 жылдан бері жұмыс істеп келемін. 11 жыл болды. Кейін шахтада істеу енді оңай емес. Әкемнің жолын қуып сол. Жалпы мен әкем 40 жыл шахтада еңбек етіп келе жатыр. Жауапкершілікті қатты сезінетін, қазір жастарға үлгі болатын адамның бірі. Мақтан тұтамыз әкемізбен. 40 жылға жуық ғұмырын шахтадағы ауыр еңбекке арнаған Айтмұхамбет Балабаевтың маңдай тері мен мағыналы еңбегі еш кеткен жоқ. Бүгінде ол кенші даңқы төсбелгісінің 1-ші, 2-ші, 3-ші дәрежелерімен марапатталған. Өз ісінің қыр-сырын жетік меңгерген білікті маман. Еңбекпен шыңдалған азаматтың қолынан келмейтіні жоқ. Шахтадағы кәсіби шеберлігімен қатар өмірде де іскерлігімен танылған, өз қолымен үй салып, сол шаңырақта жарымен бірге 3 баланы тәрбиелеп өсіріп жеткізді. Бүгінде сол қара шаңырақтың түтінін етіп, берекелі отбасының үлгісін көрсетіп отырған өнегелі жан. Алтынгүл Төлегенова, Мейрамбек Жүкенов, Ақшам телеарнасы, Сәтбаев.